Ана сүтінде неге темір болмайды? Баршаға белгілі, темір ол адам организмінің даму процесін жүйелендіретін микроэлемент. Темір болмаса адамның бойында тыныс алмасу мүшелері, сүйектердің қатаюы мен нерв жүйелерінің дамуына, мидың қалыпты жұмыс жасамай иммунитеттің бұзылуына ықпал етеді. Демек, темір ол адамның өмір сүруіне барынша жағдай жасайтын ажырамас бір бөлік десе болады. Алайда бұл темір ана сүтінің құрамында болмайды екен. Сонда тек сүтпен 2 жыл бойы қоректенетін сәби қалай өсіп дамиды, сүйек буындары қалай қатаяды деген сұрақ медицина ғалымдарын бүгінге дейін ойландырып келді. Соңғы уақытта ғалымдар ана сүтіне зерттеу жүргізгенде, расында онда ешбір темірдің болмайтынын дәлелдеген. Ана құрсақ көтерген уақытта өзінің денсаулығы үшін және іштегі баланың дамуы үшін темірге аса мұқтаж болады екен. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде барлық мәселе көк бауырда екені анықталды. Көк бауыр адамның көп зерттелмеген, әлі қызметі толық ашылмаған мүшелердің біріне жатады. Ана құрсақ көтерген уақытта жатырдағы шақалақ біраз ет жинап, көк бауыр толыққан уақытта анасының бойындағы қосымша тараған темірі 9 ай бойы сол шақалақтың көк бауырына жиналады екен. Осылайша сәби дүниеге келгенде ол дамып жетілу үшін ешбір темірге мұқтаж болмайды. Себебі 9 ай бойы көк бауырда жиналған темірдің көлемі оған 2 жылға дейін 24 сағат бойы дамуына жеткілікті болады. Ал 2 жасқа толған бала емшектен шығып жұрт қатарлы құрамында темір бар ет, картоп, жаңғақ, жүзім секілді құрғақ жемістерді және түрлі көкөністерді жеп, әрі қарай өздігінен даму үшін темір жинай алады. Сонымен қатар, нәресте құрсақта жатқанда өздігінен дамып жетілу үшін тек өз бойындағы көк бауырда сақталған темір мен түрлі витаминдерді қолданады екен. Бұл өз кезегінде анасының денсаулығына қандай да зиян тигізбес үшін өте пайдалы болады екен.